Лавр жапырағы бәріміздің ас үйімізде бар. Оны көбіне қуырылған және бұқтырылған ет, сорпа секілді тағамдарға қосамыз. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданылатын біріміз білсек, енді біріміз білмеуіміз мүмкін. Лавр ағашы оңтүстік Азияда, Жапонияда табиғи өсетін болса, Қара теңіз жағалауында қолдан өсірілетін мәңгі жасыл болып тұратын ағаш өсімдігі. Оның биіктігі 25-30 метрге дейін барады. Жапырақтары жұмыртқа формалас ақшыл сарғыш гүл ашады. Гүл жапырақшаларының ұзындығы 5-11 сантиметр аралығында болады. Жемісі сүйекті, қара қоңыр болып келеді. Гүлі мамыр-маусым айларында ашылып, жемісі қараша айында піседі. Жапырағын жас бұтақтарымен жылына 2 рет маусым-тамыз айларында қырқып алады. Жемісін күзде жинайды. Оның дәнінен, тамырынан комфорта иісті затын, эфир майларын өндіреді. Лаврдан бізге жететіні лавр жапырақтары, эфир майлары, түрлі дәрі-дәрмектер деуге болады. Соның әр үйден табылатыны жапырақтары десек, енді емдік қасиеттеріне тоқталайық. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен, сіздермен бірге Шипагер арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Видеоны соңына дейін қарап, достарыңыз бен туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Суық тиіп, қатты жөтел қысқан кезде 2 тал лавр жапырағын 1 стақан суға салып, үстінен 1 ас қасық ас содасын салады. 15 минут ақырын қайнатады. Осыған 1 ас қасық бал қосып жылылай ішеді. Лавр жапырағын алып тастайды. Ішкен кезде үнемі жылы болуы қажет. Бұдан жөтел тоқтап, қақырық шыға бастайды. Көз бұлшықтанып, түйіліп ауырған кезде 4 тал жапырақты ұнтақтап, жарты стақан қайнап тұрған суға салып бұқтырады. Осы сумен жылылай көзді жуады, тампон қояды. Бұл судан ішуге болмайды. Лавр жапырағынан ұнтақталған 2 ас қасықты алып, 1 стақан қайнап тұрған суға салып 2 сағат бұқтырады. Осыны құлақтан ірің су аққан кезде пайдаланады. Ол үшін құлақты осы сумен жуады, аздап ішіне тамызады. 10 тал лавр жапырағын ұнтақтап, 1 стақан қайнап тұрған суға салып 1 сағат бұқтырады. Тік ішек шыққан кезде жылыдай осыдан дәкеге сіңдіріп арттан тығып қояды. Әр 2 сағат сайын ауыстыруға болады. Адам ағзасынан артық тұзды шығару үшін 5 тал жапырақты жарты литр суда 10 минут ақырын қайнатады. Жылылай сүзілген осы суға 1 ас қасық бал, кішірек 1 лимон шырынын қосып араластырып 1 күнде түгел бітіреді. Қан қысымын төмендету үшін 4 тал жапырағын 1 стақан қайнап тұрған суға салып 30 минут бұқтырады. Таңертең кеш алдында бөліп ішеді. Егер қан қысымы 160-та 90 болса, жоғарыдағы мөлшерге 1 шай қасық аскөк укроп қосуға болады. Арықтағыңыз келсе, 5-6 жапырақты ұсақтап турап 1 стақан салқын су құйып 1 түнге қалдырыңыз. Таңертең лавр суын 15 минуттай қайнатып, қақпақтың астында тағы 30 минут сақтаңыз. Қайнатпаны күніне 3 рет ішіңіз. Емделу курсы 1-7. Одан кейін міндетті түрде 2 аптадай үзіліс жасауыңыз керек. Сусын дәмді болу үшін бал, жаңғақ, даршын, жанжабіл, кардамон қосып ішуге болады. Ауыз қуысы ауруларына қарсы. Егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, қызыл иегіңіз ісінсе, қанжел, стоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болсаңыз, олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лавр жапырағын шайнаңыз. Нәтижесіне көзіңізді жеткізесіз. Диабет кезінде лавр жапырағының көмегімен қаныңыздағы қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып, 3 стақан қайнаған су құйыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет тамақ жерден жарты сағат бұрын ішіңіз. Емделу курсы 2 апта. Ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, лавр жапырағының иісі дәрілік шүйгіншөптен кем тыныштандырмайды. Жастығыңыздың астына бірнеше лавр жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәрестедей ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Мұндай хош иістен бала керемет қалың ұйқыға кетіп, түн ұйқысын мүлдем бөлмейтін болады. Үйіңіздегі ауаны хош иістендіреді. Лавр жапырағының құрамында эфир майы болғандықтан үйіңізді залалсыздандыратын қасиетке ие. 10-15 жапырақты алып қайнатып бөлмелеріңізге қойыңыз. Бірнеше минуттан кейін керемет хош иіс шығатын болады.